Усть-Луга деп аталатын ресейлік кешенде қазақстандықтар қатысқан жаппай төбелес болды. Бұл Путиннің әмияны деп аталып жүрген хорват бизнесменіне тиесілі кешен. Оқиға неден басталды, қалай өрбіді айтып берейін. Бұл Ресейдің Ленинград облысындағы кент. 25 наурызда Украина әскері дәл осы мекендегі портқа дронмен шабуыл жасаған. Себебі мұнда ірі мұнай резервуарлары бар. Дәл осы кенттен артынша қазақстандықтар қатысқан жаппай төбелес болды деген хабар тарады. Кенттегі қазақтар мен басқа да елден келген жұмысшылар Велострой компаниясында жұмыс істеген. Бұл мұнай, газ және электроэнергетика жобаларында маманданған ірі ресейлік құрылыс мердігер компания. Компанияның ресми сайтындағы мәліметтерге қарасақ, Ресейдің түкпір-түкпіріндегі 120 нысанында 30 мыңға тарта жұмысшы жұмыс істейді екен. Енді оқиғаға келейік. Алғашында бәрі TikTokта көрсете алмайтын бір кадрдан басталады. Ақылтай Telegram арнасында жарияланған видеода бір қазақстандық жұмысшыны ұстау барысы көрсетілген. Не себепті ұсталғаны белгісіз, бірақ оны күзетшілер ұрып соққан, киімін шешкен. Бұдан кейін ұсталған қазақстандыққа басқа жұмысшылар көмекке асыққан. Осылайша бір жақты жұмысшылар, олардың көбі жақын шетелден келген вахталық еңбеккерлер, ішінде қазақстандықтар да көп. Олар құрылыс алаңының өзінде уақытша вагондарда тұрып, ауысыммен жұмыс істеп келген. Екінші жақта күзет қызметі. Ресейлік бақ мәліметінше, олардың басым бөлігі Ресей азаматтары, арасында Солтүстік Кавказдан шыққандар да бар. Осы екі тараптың арасында бұған дейін де шиеленіс болып келгені айтылды. Оқиға осыдан басталып, кейін жанжал жүздеген адам қатысқан жаппай қақтығысқа ұласқан. Желіде тараған алғашқы видеоларда адамдардың топ-тобымен жиналып, бір-біріне қарсы тұрғанын көруге болады. Бір сәтте жағдай тіпті қауіпті сипат алады. Белгісіз себеппен көлік адамдардың арасына кіріп кетеді. Кейінірек жол бойында бір топ адамды күзетші киіміндегі адамдар күштеп көлікке отырғызып жатқан видео тарайды. Оқиғадан кейін құқық қорғау органдары дереу араласып, 30-дан астам адамды ұстайды. Олардың арасында Қазақстан азаматтары да бар. Алайда алғашқы тергеу әрекеттерінен соң көпшілігі босатылған. 28 наурызда Қазақстанның Санкт-Петербургтегі бас консулдығының қызметкерлері арнайы барып, вахталық кентте жұмыс істеп жүрген отандастармен кездеседі. Ұсталған азаматтармен де сөйлесіп, жағдайды анықтауға кіріскен. Кейін белгілі болғаны, осы төбелеске қатысқан бірнеше адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 10 тәулікке қамау жазасы берілген, ал тағы 3 қазақстандыққа тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Дегенмен ресми мәлімет бойынша қазақстандықтар арасында ауыр жарақат алғандар жоқ, ешкім медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Сондай-ақ Ресей мен Қазақстан биліктері бұл жанжалдың ұлтаралық немесе діни негізі жоқ екенін айтып отыр. Шенеуніктердің айтуынша қазір бұл мәселе толық шешілген. Қоса кетеріміз, Велострой компаниясы хорват кәсіпкері Крešimir Filipovićпен байланыстырылады. Ол ұзақ уақыт бойында негізгі иесі ретінде аталған. Зерттеулерде Филипповичті Владимир Путиннің әмияны деп сипаттайды. Яғни мемлекеттік келісім шарттардан түсетін ірі қаржы осы адам арқылы өтуі мүмкін деген күдік бар. Жағдай осы, ал осы оқиғаның толық видеолары Ақылтай Telegram арнасында сілтеме профильде.